үзэгчдээ Саян телевиз улс төр эдийн засаг нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид олон нийтийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн олон ургалж үзлийн эндэр байж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэж байх болно. Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам саясат экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің өргіз тау жаңалықтарын сіздерге жеткізуге әзір болды. Мэргэжлийн хэлтийн газраас 3 дугаар сарын 15-наас 4 дугаар сарын 15-ны хооронд иргэн бүрт аюулгүй хүнс сарын аяныг зохион байгуулж байгаа билээ. Сарын аяны хүрээнд өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн газрын хурлын зааланд аймгийн төвийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй ресторан зоогийн газруудын ажилчдад хоол хүнсийг хэрхэн эрүүл байлгах, хэрхэн харьцах талаарх сургалтыг зохион явууллаа. Мамандық бақылау орнынан наурыз айының 15-нен сәуір айының 15 күні аралығында әр азаматқа қауіпсіз тағам айлық жорығын ұйымдастыруда. Жорық аясында бүгін мамандық бақылау орнының жиналыс залында аймақ орталығында іс-шара жүргізіп жатқан ресторан, асхана жұмысшыларына ас тағамды қалай қауіпсіз пайдалану, қалай қатынасу жайында оқыту ұйымдастырды. Мэргэжлийн хэлтийн газраас 3 дугаар сарын 15-наас 4 дугаар сарын 15-ны хооронд иргэн бүрт аюулгүй хүнс сарын аяныг зохион байгуулж байгаа билээ. Сарын аяны хүрээнд өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн газрын хурлын зааланд аймгийн төвийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ресторан зоогийн газруудын ажилчдад хоол хүнсийг хэрхэн эрүүл байлгах, хэрхэн харьцах талаарх сургалтыг зохион явууллаа. Сургалтын үеэр хоол хийхээс өмнө болон дараа гарыг ариутгалын бодисоор сайтар угаах, хувцаслалт, агааржуулалт, чихтэй цэвэрлэгээ болон шавж хорхойг хэрхэн устгах талаар зөвлөмж хүргэсэн юм а. Сол мамандық бақылау бас басқармасынан шешіммен азамат қайда бастаймын? Қайда бастаймын? Әр азамат қауіпсіз. Әр азамат қауіпсіз. Бүгінгі күні мамандық бақылаудың бас басқармасының шешімімен әр азамат қауіпсіз азық-түлік атты айлық жұмыс жүрілген. Соған байланысты ол болғанда осы 2017 жылдың 15-нен 4 айдың 15-і аралығында жүргізуге шешім қабылданған. Сол шешім бойынша біздің мамандық бақылау орнының бастығының бекіткен жұмыс жоспар бойынша бүгінгі күні болғанда осы ішіп жем дайындайтын асхана, ресторандардың аспаздары және де соларда жұмысшылары оқытып жүріп жатыр. Мұндағы негізгі мақсатымыз сонда асхана, ресторандарда тамақ дайындалған кезде қандай гигиеналық талаптар бар, және де қалай азық-түлік жасаған кезде қандай қауіпсіздік шараларын қолдануға тиісті, аспаздар қандай талаптарға сай болуға тиісті, қандай мамандар болуға тиісті деген сияқты тақырыптармен оқыту жүріп жатыр. Енді осы оқытуымыздың нәтижесінде біздің сол тамақ жасап тұрған жерімізден сапалы тамақ және де тамақтан болып уланудың алдын ала сақтану мақсатта жүрілген оқыту. Және де бұл айлық жұмыс барысында мысалы сауда дүкендердегі және де басқа сауда дүкендерінің иелеріне, онда жұмыстайтын жұмысшыларға бәріне де оқытулар жүрілді. Мұндағы негізгі айтылған нәрсе болғанда сол азық-түлік дүкендерінде сатылып жатқан азық-түліктің уақытын көріп алу, мысалы уақытын қалай тануға болады, және де мысалы азық-түлік затының біреуі су, сол суды мысалы қандай ыдысқа сақтауға болады, мысалы сол сүт, су, айран сияқты нәрселерді қырдан қандай бір жолмен тасымалдағанда қандай ыдысқа сақтау керек, қандай ыдыстың мысалы
стандартқа сай, мысалы 1-5 деген саны бар, мысалы сондай ыдысқа құйып керек десеңіздер, сіз қандай бір азық-түлік қауіпсіздігінің алдын ала сақтану толық мүмкіндікте деген сияқты мағлұматтар беріліп, жұмыстар жүріліп жатыр. Ендігі тағы да істейтін жұмыстарымыз болғанда, тағы да 2-3 түрлі өзі сол жүрілетін азық-түлік өндіретін, мысалы айтқанда кішкене шағын өндірістердің жұмысшыларына және де олардың иелеріне оқытулар жүріледі. Сонымен қатар халыққа айтар, осы айлық жұмыс барысында өздеріңіздің білгілеріңіз келетін қандай бір сіздерде мысалы шешімін таппай жатқан нәрселер болатын болса, біздің мамандық бақылау орнына келіп өтініш жасап, біздің тиісті мамандардан кеңес алуға болады дегенді айтқым келеді. Хорхоо шавжийг устгахдаа зөвхөн холормын бодис хэрэглэх нь хангалтгүй юм а. Иймээс тэднийг устгах тусгай зөвшөөрөлтэй төвүүдэд хандаж мэргэжилтнүүдэд журмын дагуу устгуулах нь зүйтэй хэмээн сургалтын тус албаных нь зөвлөж байна. Түүнчлэн энэ үеэр иргэд хэрхэн зөв зохистой үйлчилгээ үзүүлэх, мөн эдгээр зоогийн газруудад тулгамдж байгаа асуудал болон тэдний санаа бодлыг сонсож хамтран ажиллахаа тус албаных нь мэдэгдсэн юм а. Өнөөдөр 6 дугаар бүрэн дүнд сургуулийн хамт олон 1-р бүрэн дүнд сургуулийн биеийн тамирын зааланд нийт 10 сургуулийг хамруулсан волейболын тэмцээн зохион байгууллаа. Бүгін аймағымыздағы 6 аға мектебінің ұжымы 1 толық орта мектебінің спорт залында барлығы 10 мектепті қамтыған волейбол жарысын ұйымдастырды. Өнөөдөр 6 дугаар бүрэн дүнд сургуулийн хамт олон 1-р бүрэн дүнд сургуулийн биеийн тамирын зааланд нийт 10 сургуулийг хамруулсан волейболын тэмцээн зохион байгууллаа. Тус волейболын тэмцээнд Сагсай сумын сургууль, мэргэжил сургууль үйлдвэрлэлийн төв, Даран 5, 6, 3, 2, 1 4-р бүрэн дүнд сургууль, 1-2 дугаар цэцэрлэг, боловсролын газар, биеийн тамир спортын газар, 2 дугаар баг сургууль, 1-р баг сургуулийн ажилчин алба багш нар тус оролцсон юм а. Биылғы жылы біздің 6 аға мектебінің орнауының 20 жыл тоқалы тойы болып отыр. Бұл мектеп 1997 жылы ең алғаш аға мектеп статусымен орнаған. Мақсаты оқушыларды соңғы 2 класстан таңдап алып, жаңағы келешек өмірге дайындау, сапалы саналы білім беру мақсатымен орнаған болатын. Міне осыдан бері 20 жыл болды. Енді мектебімізден осы 20 жылдың уақытында 3000-дай оқушы бітірген екен. Ал мектебімізде қазір 37 ұстаз, 31 жұмысшы, жатақханада 150-дей бала бар. Осындай жұмыс тәрбие жұмысын жүргізіп жатырмыз. Осы 20 жылдық торқалы тойға орай 20 жыл 20 жасампаз іс деген бағдарлама жасап жұмыстап жатырмыз. Соның көбін жаңағы біздің тауысушылар, бітірушілердің өкілет жиналысын өткізгенбіз. Осы тауыс бітірушілер біздің сол жаңа 20 жұмысымыздың 17-сін атқарып берейік деген уәде бергендігіне осы 20 жылдық тойды ұйымдастыру алқасы және мектеп әкімшілігі, ата-аналар ерекше қуанышпен қабылдап отырмыз. Сондықтан енді осы жомарт пейілін танытқан біздің бітірушілерге мектеп әкімшілігі атынан рахметімізді қайта айтамыз. Сонымен қатар 20 жұмыстың бірі мына спорттық және мәдени шаралар жүргізу, мектепті насихаттау шарасы болатын. Осы орайда бүгін міне осы жаңағы мектептердің арасына, білім саласының арасына жаңағы волейбол темсерін жүргізіп жатырмыз. Ал енді келешекте, келесі апталарда бітірушілер арасында жаңағы тағы басқа мәдени және спорттық шаралар жүрілетін болады. Сондықтан біздің мектебімізде жұмыстаған және біздің мектебімізді бітірген барлық бітірушілерге, мектептің жұмысшы қызметкерлеріне торқалы тойымызды сәнді де салтанатты жақсы тойлайық. Тойға дейін дайындық жұмыстар жүріледі. Осыған белсенді қатыстыңыздар деген тілек айтамыз. Енді біздің мектебіміздің бір ерекшелігі жаңағы қыр балаларын, қыр сұмынның балаларын, бақтың балаларын жаңағы жатаққа тұрғызып оқытамыз. Мектебіміздегі бір қиыншылық, біздің мектебімізде арнайы жер жоқ, арнайы жаңағы оқу корпусы жоқ, зал жоқ. Осы қиыншылық тығырықтан
шығу мәселесін аймақтың басшыларына мәселе болдырып қойғанбыз. Осы 2016-тан 2020 жылғы аймақ әкімінің іс бағдарламасына мектебімізді арнайы жерді болдыру және де оқу корпусын салып беру мәселесін іс бағдарламасына енгізген көрінеді. Бұған енді мектеп ұжымы ризамыз. Енді осы іс неғұрлым тез қолға алынса деген ойдамыз. Және де 20 жылдық торқалы тойға орай аймақ басшылары тарапынан, тағы да басқа ұйым мекемелер тарапынан қолдау көрсетейік деген уәде беріп отырғандығына қуанып отырмыз. Той торқалы болсын. Білім, жақсылық үшін барлығымыз бірге болайық деген тілек айтамын. Рахмет. Қайырлы күн, қадірменді көрермендер. Біз мұнда 6-шы аға мектебінің 20 жылдық мерейтойына арнайы жүріп жатқан волейбол бәсекесіне қатысып жатырмыз. Біз бірінші бастауыш мектебіне қатысып отырмыз. Бұл мектеп болғанда 20 жылдың ішінде недәуір жұмыстар істеген атқарғанның сыртында 20 жылдыққа байланысты 20 түрлі жоспар құрған екен. Соның бірі болып осы волейбол бәсекесі арналып жүріп жатыр. Бәсеке табысты өтуде. Және де біздің командамыз да бұған белсене қатысып табыс шығарып дегенге кәміл сенеміз. Энэ жил 9 сарын 1-нд тус сургуулийн 20 жилийн ой тохиож байгаа илээ. Тухайн тэмдэглэлд өдөрт зориулан 20 бүтээлч ажил зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд тус 20 ажиллагааны 17-г үе үеийн төгсөгч оюутнууд зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Өчигдөр мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтнууд аюулгүй хүн сарын аяны хүрээнд Ариун зоогийн газар Самгаар супермаркетаар өөрчлүүлж байсан хэрэглэгчдээр хоол үйлдвэрлэлийн газрыг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудас болон худалдаалах үйл ажиллагааг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудсыг худалдан авагч иргэдэд үнэлүүлж, үйлчилгээний газрын эздэд цаашид хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг тогтмол ашиглаж өөрчлүүлэгчдээс санал авч ажиллах нь үйл ажиллагаагаа сайжруулахад ач тустай болох талаарх албаныхан зөвлөгөө өглөө. Кеше мамандық бақылау орнының жұмысшылары қауіпсіз тағам айлық жорық аясында Әрвин рестораны Самғар супермаркетіне барып, тұтынушыларға ас тағам орнының тұтынушы баға беру парақшасы және де саудалық жұмысын тұтынушы бағалау парақшасы сатып алушы азаматтарда толтырып, аталмыш орынның меңгерушілеріне кейінгі күндерде тұтынушы баға беру парақшасын тұрақты пайдаланып, тұтынушылардың пікірін алып жұмыстау жұмыстың жақсы жүрілуіне пайдалы екені жайында мәлімдеме берді. Өчигдөр мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтнууд аюулгүй хүн сарын аяны хүрээнд Ариун зоогийн газар Самгаар супермаркетаар өөрчлүүлж байсан хэрэглэгчдээр хоол үйлдвэрлэлийн газрыг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудас болон худалдаалах үйл ажиллагааг хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудсыг худалдан авагч иргэдэд үнэлүүлж, үйлчилгээний газрын эздэд цаашид хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг тогтмол ашиглаж, өөрчлүүлэгчдээс санал авч ажиллах нь үйл ажиллагаагаа сайжруулахад ач тустай болох талаарх албаны зөвлөгөө өглөө. Тус үнэлэх хяналтын хуудас нь тухайн байгууллагын үйлчилгээний танхим, галт тогоо болон бие засах өрөөний ариун цэврийн байдал хэрвээ гэдгийг тодруулахаар хэд хэдэн асуултыг оруулсан байна. За өнөөдөр мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас явуулж байгаа аюулгүй хүнс сарын аяны хүрээнд бид нар хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Үүнийг бол Ариун ресторанд зохион байгуулж байгаа. Энэ тус зоогийн газарт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдээс энэ зоогийн газрын үйл ажиллагааныхын талаар хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг сурталчилж энэ хүмүүст бүглүүлж ингэж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд бол үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчид маань бол зоогийн газрын ер нь энэ хяналтын хэрэглэгч үнэлэх энэ хяналтын хуудасаар бол энэ зоогийн газрын үйлчилгээний танхимын ариун цэврийн байдал, тэгээд бие засах өрөөний ариун цэврийн байдал, үйлчилж байгаа үйлчлэгчийн тэгээд тогооч нарын хувцсных нь тэр ариун цэврийн байдал, тэгээд ямар нэгэн хурдан шавж байна уу гэдэг тал дээр бол бас энэ хяналтын хуудсан дээр ингээд тусгагдсан байгаа.
тэрнийхээ дагуу энд үнэлж одоо энэ зоогийн газар үйл ажиллагааг үнэлж ийм ингэх юм байгаамаа энэ хяналтын хуудасаар. Тэгээд энэ хяналтын хуудсыг хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг бас аж ахуйн нэгжүүд маань өөрсдөө тэр вебсайтаас манай ерөнхий газрын вебсайтаас татаж авч хэрэглэгчдтэй тарааж өгч энэ хяналтын хуудсыг бөглүүлж тэгээд ажилтнаар бол өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг хэрэглэгчид ямар төвшөнд хүрч байгаа байдалд бол үнэлт өгч тэрнийхээ дагуу үйл ажиллагаагаа бас сайжруулах ийм нөхцөл боломжийг бүрдэж байгаа юм. Тийм учраас энэ ерөнхий газраас бол хэрэглэгч үнэлэх хяналтын хуудсыг бол гаргасан байж боловсруулан гаргасан байгаа. Энэ нь бол одоо inspection.gov.cgmn гэдэг вебсайтанд бол байршсан байж байгаа. Энээс бол ямар ч хэрэглэгч татаж авч эсвэл аж ахуйн нэгж татаж авч энэндээ бол үйл ажиллагаандаа бас нэвтрүүлж болно. Тэрнээс гадна хэрэглэгч маань өөрөө энэ inspection.gov.cgmn-д орж энэ хяналтын хуудсыг бөглөөд шууд тэр одоо вебсайтн дээр бөглөөд шууд илгээх юм байгаа. Өөрийнхөө нэрийг бичээд, регистрийн дугаарыг бичээд тэгээд үнэлгээний доороо бол автоматар гарч ирнэ. Тэгснийхаа дараа бол энэ саяны зоогийн газрын мөн эсвэл худалдааны газрын үйл ажиллагаанд бол үнэлт өгөх ийм боломжоор бүрдсэн байж байгаа. Энийг бас манай хэрэглэгч болон аж ахуйн нэгжүүд цаашдаа үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж ажиллаж болно. Эрүүл хооллолтын болон хоол хүнсээр дамжих аливаа өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хүнсний бүтээгдэхүүнээ зөв сонгон аюулгүй бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэйг албаныхан анхааруулж байна. Энэ болохоор танаа үйл ажиллагааг хянах юм байгаа. Яагаад гэвэл энэ болохоор нөгөө inspection.gov.cgmn гэдэг мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын вебсайтн дээр тавигдсан байгаа. Энүүгээрээ ингээд хэрэглэгчдээ өөрсдөө нөгөө санал гомдлын дэвтэр байдаг шүү дээ. Тэрний асуултанда дүүцүүлсэн гаргасан. Ерөөсөө танаа үйл ажиллагаа үйлчилгээ хэрэглэгчдэд үнэлгээ өгөх юм байгаа. Ерөөсөө тэрний талаар манай саяны нөгөө та нарт үйлчлүүлж байгаа хүмүүсүүдээс ингээд суулга авлаа. Тийм учраас хүмүүсүүд сайн бас нэг хангалттай гэсэн үнэлгээ өгсөн байлээ. Тийм учраас цаашдаа өөрсдөө ч гэсэн энд ороод тэгээд ерөөсөө явж байгаа хүмүүсүүдэд энэ хяналтын хуудасаа тараагаад үнэлгээгээ аваад үйл ажиллагаа ямар байна? Танаа эрүүл ахуй ариун цэврийн нөхцөл ямар байна тий? Хөдөлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны хугацаа хэтэрсэн байдал ямар байна? Нэр хаяг хадгалах нөхцөл ер нь хэрэгжилж байгаа хүмүүсүүдийн сэтгэл хангамжийн судалгаа гэсэн үг л дээ. Энийг бас өөрсдөө хэрэглээд мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын вебсайтнаас авч хэрэгжилж болно гэдгийг бас хэлмээр байна. Хэрхэн үзэгчдээ одоо та бүхэнд Монгол банкнаас ирүүлсэн мэдээллийг хүргье. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн давалгаанаас 1 жилээс ихгүй хугацааны зээлийн гэрээтэй авсан зээлийн хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 12 дахин нэмэгдүүлснээс ихгүй буюу ойролцоогоор 2.9 сая орчим төгрөгөөс бага дүнтэй зээлтэй байсан иргэн зээлийн хугацаанд амжиж барагдуулаагүй боловч 2017 оны 1-р сарын 31-ний өдрөөс өмнө зээлээ бүрэн төлж дууссан 25621 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын зээлийн мэдээллийн хар жагсаалтаас хасаж нэг удаагийн боломж олгосон таатай мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ дуулгаж байна. Монгол банкны несие қорының анықтамасынан жылдан артық емес. Несие келісімшарты бар, алған несиесі айлық жалақының төменгі мөлшерін 12 есе арттырғанынан артық емес шамамен 2,9 миллион төгріктен аз несиелі азамат несиесін уақытылы төлемесе де 2017 жылдың қаңтар айының 31-нен бұрын несиесін төлеген 25621 азамат ұйым мекемелердің тағы бір рет несие алу мүмкіндігі туды. Монгол банкнаас арилжааны банкудад албан тоот илгээлээ. Монгол банк ипотекийн санхүүжилтийн шинжилсэн журмын дагуу сар бүр санхүүжилтээ олгож байгаа юм. Гэтэл зарим банк Монгол банкнаас санхүүжилт олгохгүй байгаа 8% зээл зогссон гэх зэргээр харилцагчдаа буруу мэдээлэл өгч байгаа талаар иргэд удаа дараа гомдол мэдүүлж Монгол банкнд хандаад байгаа ажээ. Иймд Монгол банкны зүгээс нийт банкудад хандан ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн талаар үнэн бодит мэдээлэл өгч байхыг хүсч албан тоот илгээлээ. Уг албан тоотод эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа өнөөгийн нөхцөл байдалд Монгол банк ипотекийн зээлийн санхүүжилтийг
аль болох тасралтгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор өөрийн эзэмшиж байгаа ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийн хэмжээгээр буюу 25-аас 35 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг сар бүр банкудад олгож байгаа билээ. Тиймээс танай банк төрөөс хэрэгжүүлж байгаа ипотекийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн хамтран ажиллахаар ерөнхий гэрээнд нэгдэн орсон банкны хувьд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохистой түвшинд хангах засгийн газар Монгол банкны бодлогод олон нийтийн итгэх итгэлийг сулруулахгүй байх мэдээллийг харилцагчдад үнэн зөв хүргэх тал дээр цаашид анхаарч ажиллахыг хүсье гэсэн албан товтыг Монгол банкнаас арилжааны банкудад хүргүүлжээ. Дашин дурдахад Монгол банкны ерөнхийлөгчийн 2016 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн А295 тооц тушаалаар орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журмыг шинжилэн баталсан. Энэ дагуу Монгол банк ипотекийн зээлийг сар бүрийн үндсэн болон купоны төлбөрийн эргэн төлөлтийн орлогоор санхүүжүүлж байгаа юм байна. Монгол банкның ипотекалық қаржыландыру жаңашыланған ережесі бойынша ай сайын қаржыландыру жасаймыз. Бірақ кей банкілер Монгол банкіден қаржыландыру келмейді, 8%-лық несие тоқтаған деп тұтынушыларға ақпарат берген жайында азаматтар неше рет арыз түсіріп Монгол банкіге келуде. Бұл жағдайда Монгол банк тарапынан барлық банкілерге ипотекалық несие қаржысы жайында дұрыс ақпарат беруін өтініп ұқтыру жіберген. Бұл ұқтыруда қаржы саласында қиындыққа ұшыраған қазіргі жағдайда Монгол банкі ипотекалық несие қаржысы керісінше тоқтамай жалғастыру мақсатында өзінің иемденіп отырған ипотекалық несиесін қайта төлеу көлемімен және 25-35 миллиард төгріктің қаржысын ай сайын банкілерге өткеруде. Сондықтан сіздердің банкілеріңіз мемлекеттік іске асырып отырған ипотекалық бағдарламасын пайдаланып, бірігіп жұмыстау негізгі келісімге біріккен банк бойынша бағдарламаның орындалуын негізгі деңгейінде қамтамасыз ету. Үкімет үйі Монгол банк саясатына халықтың сенімін жоғалтпау, ақпаратты халыққа дұрыс жеткізу жағында кейін көңіл қойып жұмыстауларыңызды өтінеміз деген ұқтыруды Монгол банкіден жіберген. Сөз соңында Монгол банкінің парламенттің 2016 жылғы қазан айының 25 күнгі А295 қаулы бойынша пәтер үйдің ипотекалық қаржыландыру ережесін жаңадан бекіткен. Осыған байланысты Монгол банк ипотекалық несиені ай сайынғы негізгі және купон төлемінің қайтарымымен кіріспен қаржыландыруда. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд Монгол банкнаас ирүүлсэн мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Төсөвчин аппликейшнийг ашиглалтанд орууллаа. Монгол банк сангийн яам санхүүгийн зохицуулах хороо боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спорт яам хамтран олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. Тус хөтөлбөрийг 2016-аас 2021 он хүртэл хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол банк иргэдийн санхүүгийн боловсролд зориулж төсөвчин аппликейшнийг ашиглалтанд орууллаа. Энэхүү аппликейшнээр дамжуулан хувь хүн санхүүгээ удирдах, орлого зарлага хянах, хадгаламж, хуримтлалын төлөвлөгөө гаргах зэрэг өргөн боломжтой юм байна. Та төсөвчин аппликейшнийг iOS болон Android үйлдвэрлэлийн систем бүхий ач төрлийн ухаалаг төхөөрөмжөөр үнэгүй татан авах боломжтой ажээ. Төсөвчин аппликейшн пайдаға берілді. Монгол банк қаржы министрлігі, қаржылық нормативтік комитеті, білім, ғылым және мәдениет министрлігі бірлесіп, халықтың қаржы экономикалық негізгі білімін арттыру ұлттық бағдарламасының жүзеге асыруда. Аталмыш бағдарлама 2016-2021 жылдар аралығында жүрілу барысында Монгол банк халықтың қаржылық білімін арнап төсөвчин аппликейшн пайдаға берді. Бұл аппликейшнмен жеке тұлға қаржысын басқару, кіріс шығысын бақылау, салым жинағын жоспарлау сияқты көптеген мүмкіндігі бар. Сіз төсөвчин аппликейшнді iOS және де Android системалы барлық құралдарда қойдыра аласыз. Эрхэм үзэгчдээ сайн телевиз, улс төр, эдийн засаг, нийгмийн асуудлаар бэлтгэсэн орон нутгийн чанартай орой цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсгөлд маргааш өдрийнхөө өрний зурхайг хүлээн авч үзээрэй.
Құрметті көрермендер, Саян телевизиясы қоғам, саясат, экономика бағытында дайындаған жергілікті жердің іргіз жаңалықтарын назарларыңызға ұсынды. Жаңалығымыздың соңында сіздер ертеңгі жұлдызнамамен таныс болыңыздар.